Сәлем қыздар, таза табиғи коллагенді холодец жасайтын боламыз. Холодецті жасау үшін бізге сиырдың бас сүйегі немесе оның сирақтары керек болады. Салқын суымызға сиырдың бас сүйегін немесе сирақтарын салып, дәміне қарай тұз және де 5-6 штук лавровый лист қосасыздар. Одан кейін жақсылап тұрып 5 сағатқа қайнатасыздар. Басында суы қатты қайнаған кезде суы тартылып кетті деп, оны үстіне су қосып жүрмеңіздер, су қоспайсыздар. Сол суымен ары қарай астын баяу отқа қойып қайната бересіздер. Суы қайнаған кезде бетіне шыққан жаман көбіктері шықса, соның бәрін сүзіп алып тастайсыздар. Одан ары қарай баяу отта қайната бересіздер. 5 сағаттай қайнатамыз. Мендегі сиырдың жақ сүйегі ол қайнап бітті. 5 сағатта енді сүзіп аламыз да, осындай сыртындағы еттерін, сіңірлерін бәрін мясорубкадан тартып өткізіп аламыз. Және де бір головка чесногымызды ашып дайындап аламыз да, оны да мясорубкадан тартып өткізіп аласыздар. Холодесімізді тартып алғаннан кейін үстінен сорпасын құйып, одан кейін дәміне қарай қара бұрышты қосасыздар. Осылайынан қара бұрышымызды қосып алып, жақсылап араластырамыз. Егер де қатты қою болған жағдайда сорпасын тағы да үстінен құйып жібересіздер. Менде холодесім кішкене қоюланып тұр, соның үстінен тағы да сорпасын құйып жіберемін. Және де тұзы келмей тұрса, дәмін көріп, дәміне қарай тұзын да қосып жіберсеңіздер болады. Міне холодесіміздің сұйықтығы осындай болуы керек. Видеодан көріп алсаңыздар болады. Холодесімізді әдемі етіп жасағыларыңыз келсе, осылай ыдыстарға сәбіз, қайнатылған сәбіз, жұмыртқа қойып, және де укроп сондайлар қойып әсемдесеңіздер болады. Осының үстіне холодесті құйсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Қонақтарыңызға ұсынсаңыздар да әдемі көрінеді. Болмаса, жайпақ-жайпақ табақтарға өздеріңізге қалай ыңғайлы сондай ыдыстарға құйып қатыра берсеңіздер болады. Маған осылайынан әдемі етіп жасаған ұнайды, сондықтан осылайынан сәбізімді қайнатып, жұмыртқамды қайнатып, осылайынан жасап жатырмын. Және де үстіне әсемдігі үшін кез келген нәрсе қосуға болады. Және де мен горох қосып жібердім, кішкене әдемі көріну үшін. Сіздер маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Ыдыстардың ішіне әсемдеп салып алдым, енді үстінен холодесімді құямын. Осылайынан астына үлкен табақ қойып, ыдыстарыңызды қойыңыздар, көтерген кезде күйіп қалмаңыздар. Осылайынан барлығын құйып шығамын. Құйып алғаннан кейін холодестерімізді далаға, салқын жерге қойып қоясыздар, қатуы үшін. Өзі қатуы керек. Морозильникке салып жүрмеңіздер. Ол жерде егер қататын болса, суланып жаман болып кетеді. Сол үшін деп дала температурасында қатырып алсаңыздар дұрыс болады. Міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте табиғи, таза, жасалуы өте оңай, және де адам ағзасына өте пайдалы, сүйектерімізге, көзімізге, және де буындарымызға. Міне менің холодестерім дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Осылайынан тәрелкелеріме төңкеріп алдым. Қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар, ұялмай ұсынасыздар. Өте әдемі болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Және де достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар.